Черный доллар равен немесе ревен деп аталып кеткен біздің атақты қара доллар гүліміз. Жасыл доллар гүліне қарағанда мынау бізде қара доллар гүліміз өте қымбат, сондай богатый көрінеді, бағасы да екі есе қымбатырақ жүреді. Голландықтар бізге жіберген уақытта осындай одноразовый горшоктарды салып жібереді. Тамырын ашып көрейік және нешке бөлінетінді көрейік. Тамырын, топырағын қарасақ, міне топырақтары кокосовый субстрат немесе торфтарда осындай жеңіл борпылдақ топырақтарға егіп салып жіберген. Себебі су өткізгіштігі бұларды тез жүреді. Сіз су құясыз, тез ағып, ары қарай горшоктың сыртынан ағып кетеді. Міне екіге бөлінді. Бір горшоктен осындай екі картоп шықты және мынауысында тағы екіге бөлінеді. Сонда бір горшоктен 4 түп картоп шықты. Енді бұны әрқайсысын жеке дара 4 горшокқа отырғызғаннан гөрі екеуін біріктіріп бір горшокқа отырғызсақ, сонда қалың әдемі көрінеді. Тамырлары да өте жуан, картоп өте әжімленбеген, сондай бір жылтыр әдемі көрініп тұр. Барлығы бір жапырақтан өсірілген. Енді екеуін біріктіріп аламындағына мен өзімнің одноразовый горшогыме саламын. Голландықтар дәл қалай жіберсе, дәл сондай торфтарға, болмасам теревитаға, перлейт, вермикулит, кокос субстрат, сондай барлығын араластырып жеңіл топырақ